Құрметті тыңдаушы, Оян Батыр подкастына қош келдің. Бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы. Біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп, өз жолымыздан адасып жатамыз. Кейде өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп, біреудің қолдауын күтеміз. Тіпті әртүрлі кейіпке еніп, жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз. Солай күннен күнге өзімізге және түп армандарымызға қиянат жасаймыз. Бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын, ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған. Біз тұрмыс ережелерін қабылдамай, дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме құрамыз. Өзін өзі тану, тұлға ретінде даму жолдар жайлы ой алмасамыз. Сен жалғыз емессің. Оян, батыр екеніңді таныт. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздер Find Your Bee подкастының қазақша эпизодын тыңдап отырсыздар. Осы уақытқа дейін көптеген сұхбаттар болды. Және бұл подкаст әлдеқашан өз тыңдармандарының көңілінен орын тауып та үлгерген болатын. Ендігіде подкасттың тек аудиториясын кеңейтіп қана қоймай, қазақ тілді контентке өз үлесін қосу мақсатында қазақша эпизодтар шығарылмақ. Ал дәл қазір сіздермен бірге подкаст жүргізушісі мен Алтынай. Жалпы ең алдымен подкаст дегеніміз не, және де бізді қалай және қай жерден тыңдауға болатынын айтып өтсем. Подкаст бұл біздің еліміз үшін сөзсіз жаңа дүние болып табылады. Алайда көптеген елдерде, әсіресе ақш, Европа елдерінде подкаст ол өте танымал түсінік болып табылады. Және осы мемлекеттерде подкаст бағдарламасының саны және түрлері өте кең таралған. Жалпы подкастты әр жерде және әр уақытта тыңдауға болатын өзінше бір радио бағдарлама десек те болады. Аудиофайлды өзіңіздің смартфоныңызға, планшетке немесе компьютер, ноутбугыңызға жүктеп, кез келген уақытта тыңдай аласыз. Ал біздің Find Your Bee подкастын қай жерден тыңдай алатындарыңызды айтсам, егер де сізде смартфоныңызда iOS бағдарламалық жүйесі болатын болса, онда сіз оны подкаст қосымшасында таба аласыз, яғни іздеу бөлімінде Find Your Bee деп жазсаңыз, біздің подкастты таба аласыз. Сонда тіркеліп қойсаңыз, онда автоматты түрде біздің эпизодтар жүктеліп отыратын болады. Егер де сіздің смартфоныңызда Android бағдарламалық жүйесі болатын болса, сіз Stitcher Radio немесе Podcast and Radio Addict қосымшаларын жүктеп, сол жерде Find Your Bee деп іздеу бөліміне жазу арқылы біздің подкастты жаза аласыз. Және де тіркелу арқылы біздің эпизодтарды келесі автоматты түрде жүктеуге мүмкіндік аласыз. Сонымен қатар бұл подкастты Spotify бағдарламасы арқылы да іздеп тауып, жүктеп тыңдасаңыздар болады. Және де жақын арада Find Your Bee подкастын ВКонтакте әлеуметтік желісінде тыңдау мүмкіндігіне де ие болдық. Алайда сізде мобильді құрылғы емес, жалпы компьютер немесе ноутбук болатын болса, сіз біздің эпизодтарды findyourbee.com сайтынан немесе YouTube'дан Find Your Bee деп іздеу арқылы тауып, біздің эпизодтарды тыңдай аласыз. Сонымен қатар, егер де біздің эпизодтардың тақырыптары, жалпы біздің кейіпкерлер сіз үшін өте қызықты болатын болса, әлеуметтік желілердегі біздің парақшаларымызға тіркеу арқылы сіз осы тақырыптарды, эпизодтарда болған әңгімелерді бөлісіп, талқыға сала аласыз. Әлеуметтік желілерден бізді дәл солай Find Your Bee деп іздеп таба аласыз. Ал енді бүгінгі эпизод кейіпкеріне келетін болса, бүгінгі эпизод кейіпкері ол өте қызықты адам. Қандай өмірлік өзгерістер мен қиыншылыққа тап болса да, оны сабақ деп қабылдай білген, және әр сәтінде дұғада болып, сабыр еткен. Кезінде қызықтарын жайдарманнан, яғни КВНнен бастап, сосын пікірсайыспен айналысып, тіпті жастар саясатында қызмет атқарып, соңында ақиқат жолында өз бойындағы батырын діннен тапқан Әбілқайыр Жұматаев. Жайдарманшыдан исламтанушыға айналған Әбілқайыр ағаның оқиғасы барлықтарыңызға қызық болуы мүмкін. Бірақ бұл эпизодта қызықтан гөрі тағылымды дүниелер көптегім келеді. Ендеше бастайық. Сәлеметсіз бе? Біздің подкастқа қош келдіңіз. Ең алдымен өзіңіздің есен амандығыңызды сұрасам. Шүкір, жақсы. Әбілқайыр аға, баршамызға түсінікті болу үшін бірінші
өзіңіз кімсіз, немен айналысасыз, оқисыз ба әлде жұмыс істейсіз ба? Жалпы өзіңіз туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Есімім Әбілқайыр болады. Әбілқайыр Жұматаев. Нұр-Мүбарак университетінің магистрантымын. Әдетте қатарынан қызмет жасай береміз, бірақ кейінгі уақытта диссертация көбірек көңіл бөлу үшін қызметтің барлығын уақытша қоя тұрдық. Қазір бірыңғай тек осы диссертация жазумен айналысып жатырмыз. Жалпы өзіңіз қай жақтансыз, бұрын немен айналыстыңыз, қандай қызығушылықтарыңыз болды, соған тоқталып өтсеңіз кішкене. Негізі мен Қызылордадамын, 92 жылғымын. Уақытысында 2008 жылдың наурызында біз пікірсайыс бағытында қимыл қозғалыс бастадық. Оқу орнында жетекші болдық. Кейін аз уақыттың ішінде сол облыстық орталықтың қазақ лигасы жетекшісі болдық. Кейін енді осылайдан кете берді ары қарата. Тура сол орталықтың бара-бара кейін атқарушы төрағасы болдық. Телевидениеда жұмыс жасадық. Аздаған уақыт сияқты өзіміздің бағдарламамыз болатын, ой дода деген осы пікірсайысқа қатысты. Шәкірттер дайындап шығардық, сол жақта төреші болып өзіміз қызмет атқардық. Кейін енді ішкі саясат басқармасында жұмыс жасадық, кішігірім бизнеспен айналыстық. Негізгі мамандығым программист, мамандық бойынша да біраз жұмыс жасадық. Кейін барып Алланың қалауымен Нұр-Мүбарак университетіне түстік. 22-23 жасымызда. Қазір бірыңғай өсіреміз, осы мамандықта егер Қызылордада Қорқыт атада оқыдыңыз ғой? Қорқыт атада оқыдық, және Мәшік Мәметов атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінде оқыдық, 2 оқу орнында оқыдым, негізі Қызылордада жүрген кезде. Кейін барып мамандығым бойынша біраз уақыт жұмыс жасадым. Бірінші мамандығым программист. Назарбаев мектебінің қабылдау комиссиясында жұмыс жасадық. Программист ретінде жұмыс жасадық, аудармашы ретінде жұмыс жасадық. Жалпы ол мамандықты да біраз пайдаландық десем болады. Негізінен ол мен бір ата кәсібім сияқты, өйткені әкем де программист, информатик, мұғалім. Қазір Назарбаев мектебінде оқытушы болып жұмыс жасайды. Сондықтан енді ол бір былайша айтқан кезде біздің қанымызда бар мамандық шығар. Яғни сіз мектеп бітірген кезде ата-анаңыздың тарапынан мамандық таңдауға қатысты қандай да бір міндеттемелер болған жоқ қой, иә? Мысалы, ата-аналар мен балам инженер болсын, дәрігер болсын, яки мұғалім болсын деген секілді балаларын бағыттап атады. Кейбір ата-аналар тіпті балаларын міндеттеп атады. Осы мәселе сіздің отбасыңызда қалай болды? Қандай да бір міндеттеу немесе қайтсеңде грантқа оқуға түсуің керек деген секілді мәжбүрлеу болған жоқ па сіздің тарапта? Енді ол жағынан мен үлкен былайша айтқан кезде жолым болды деп айтсам болады, альхамдулилля. Өйткені мен әкем де шешем де негізі ата-анам екеуі де мұғалім, асылы педагог. Әкем тарапта тіпті бір өзі 9 ағайын, соның 4-5-еуі педагог. Сондықтан әкем бір өзі бала тәрбиесінде негізі жақсы, керемет бір кісілердің бірі, негізі альхамдулилля, ол кісіге қатты қарыздармын. Ол кісі бізге бір ешқашан бір міндет қойған емес, сен былай жасауың керексің, андай болуың керексің, мынаны жаса, мынаны жасама деген сынды тәрбие беріп бағыттайтын. Ал бірақ бізден бір талап етіп, сен міндетті түрде программист болуың керек деген нәрсе болған жоқ. Керісінше бір маған бір еркіндік бергеннің себебінен шығар, бәлкім деп ойлаймын. Бір жан жақ қанша қимылдағанмен де бәрібір де жаңағы ұяда көргеніледі дейді ғой. Тура солайынан әкемнің бір кішкентай кезінен бастап бір қызығушылығын, жаңа технологияларды меңгергендігін, басқа оның барлығын көрген кезде бір іштей негізінен жанасың асылы. Өйткені әкең сен қанша айналдырсаң да ол сенің үлгіңді сен үшін. Сондықтан бір Алланың қалауымен сол кездері бір жолымыз болды. Еще бір қазір программистер болатын болса, бір жақсы бірден тани қояды, бір Pentium 1 компьютерлар болатын уақытысында. Pentium 1 дегеннен ол мүлдем ерте замандардағы бір мектептің кезіндегі компьютерлар ғой. Сол компьютерлармен жаңағындай веб-сайт жасап, сол кездердің өздерінде сондай бір қатты тенденциялар болған. Әкеңмен бір ақылдасып, сөйлесіп, әртүрлі бағыттарды талқылап, мамандықты меңгеруге тырысып, бір ортақ тақырыптар талқылаған енді шыны керек үлкен бағыт негізі. Сондықтан бір мамандығымды бір жек көргенім, қиналып қалғаннан тастап кеткенім. Керісінше бір үлкен құндылықтарға талпынудан келіп туындады ол. Өйткені енді мен Нұр-Мүбаракқа түскен кезде әке-шешем де түсінген жоқ асылы. Не үшін олай деген сынды. Өйткені Назарбаев мектебіне жұмысқа шақырған болатын, собеседованиеден өтіп қойғам, $1,000-1,500 ақша уже кәдімгідей айлық тағайындалып қойған. Оның үстіне мен 1 жылдық бір жобам біткен болатын, бір кісімен бірге жұмыс жасаған. Сол нәтижесінде маған бизнеске инвестиция құйылу керек болған. Үйленейін деп жатқам, былайша айтқан кезде үйдегілер түсінбеді шыны керек. Оның үстіне уже анамыз қайтыс болған, әжеміз қайтыс болған. Әкемізді 2-ші мәрте үйлендірген болатынбыз. Енді ол кісілер мүлдем енді түсінбей қалды шыны керек қалай не болғанын. Бірақ енді айналып келген кезде өзі ақша деген сын нәрселер құндылық емес қой, асыл инструмент қой.
кейін барып мамандық алмастырғаннан кейін де мысалы ретінде одан да көбірек ақша таптық, одан да үлкен де атақ, қызмет, басқа нәрселер де болды. Енді альхамдулилля ешқашан өкінген емеспін негізі. бір андай бір аса бір діншіл болғандық емес бұл жерде. Бұл жерде бір жаңағы көңіл тыныштығы ғой, айналып келген кезде адамға бір ләззат сыйлайтын ше. Шәкірттің кеңесі, бір ағартушылық қызмет, сен бір қоғамға бір пайда тигізіп жатқаныңды көру, әрі оның үстіне енді біз сізбен қазір пікірсайысшылар ретінде мен ойлаймын бір ақпарат көздерінің сенімділігі деген құндылықты қатты сезінеміз деп ойлаймын да. Ал вот дін ол на самом деле ақиқатта, яғни ол бір жаңағы артыңда бір сенімді бір мықты ақиқат тұрған уақытта сен көңіліңде тыныш қой. Сондықтан осындай бір құндылықтарына кеттік, әкеміз қолдады, ешқандай да бір қысым басқа болған жоқ, и ол кісіге ол үшін қатты қарыздармын. Жалпы Әбілқайыр аға, сіз өзіңіз осы дін жолына қашаннан бастап келдіңіз? Қай кезден бастап, мектеп кезіңізден ба, әлде студент кезіңізден ба? Себебі Қазақстанда мен білуімше жастардың дінге бет бұру процесі осы соңғы жылдары ғана белең алып жатыр. Бірақ сіздікі одан ертерек болған секілді. Сол қалай болды, сол жағы, сол жөнінде айтсаңыз? Негізі енді қазақ асылы енді мұсылман ғой, мен өзі қазір ғой, енді қазір дін деп жаңағы анау деп мынау деп басқа деп жаңадан бір тенденция, жаңадан бір толқын алып жатқаны асылы мен ата мен әжем қолында өскен кәдімгідей. Ата мен әжем намаз оқымаса да, атам военный әскери кісі болатын. Жаңағы дастарханның басынан құран оқымай тұрмайтынбыз. Үлкендерге деген сыйластық деген қатты сақталатын. Жеңгелеріміз, апаларымыз егер жаңағыдай хиджаб басқа не кимесе де, орамал тақпай келетін болса, я болмаса шалбар киіп келетін болса, әжеден таяқ жейтін. Әжеміз кәсіптарда отыратын неміз сондай бір енді қарапайым бір кәдімгі орташа отбасы ғой. Тек біз қара шаңырақ болғанымыз болмаса. Кейін бары келе анам намаз оқыды, бір өзі ауыратын көп. Сол кезде анам намаз оқып жүріп, сол кісінің бір себебі болған шығар бәлкім. Білмеймін енді, оны бір анықтап ашып айту қиын, мынау кезден басталды деген. Бірақ енді әйтеуір көңілде бар болатын бәрі, барлығымыз намаз оқуымыз керек қой деген сынды. Сонымен бір күні қарындасым қысты, сен қашан намаз оқисың деп. Өзі намаз оқымайды асылы. Бірақ енді қашан намаз оқисың деп. Жаңа жылда аман жетіп алайын осыдан дедім. Сонымен енді еркек болған соң жеттік жаңа жылда бастап кеттік. Анам намаз оқиды, сол кісі көрсетті, соған әйтеуір басталып кетті. Жақсы бастаған екенсіз. Жалпы мұсылмандарда қандай да бір өзгерістер, жалпы сондай бір дүниелер Рамазан айында болады ғой. Ал сізде жаңа жылдан басталғаны өте қызық екен, машалла. Ол кезде қазір нәрсе жоқ. Ол кезде көп адам намаз оқымайтын асылы. Әрі ол кезде бір намаз оқысаң террористсің деген әңгімелер жоқ болады. Мүлдем бір басқаша заман. Басқаша там. Біз намаз оқыған кезде де бір ешкім шошып басқа алған жоқ, керісінше молодец деген сынды. Оның өзінде де бірақ бізде бір аса бір қатты бір білім болған жоқ. Тек бір намаз оқып жүргеніміз ғана болмаса, асылы басқалардан бір қатты айырмашылығымыз негізі ол кезде болған да жоқ негізінде. Яғни мектеп кезіңізден бастадыңыз ғой? Жоқ, екінші курста. Колледждің екінші курсында. Әбілқайыр аға, енді Қызылордадағы оқыған кезіңіз туралы толығырақ айтып берсеңіз. Сол кезде жастар саясатымен де айналыстым дедіңіз Қызылордада. Қандай жобалармен айналыстыңыз нақты? Сол кездегі амбицияларыңыз, мотивацияларыңыз, мақсаттарыңыз қандай болды сол жөнінде? Енді шынымен де өте қызық тақырып, өйткені енді көп жастардың басынан сол буынның басынан өткен екен, мен бара бір байқағаным. Бәріміз де КВН-нен бастадық, КВН ойнадық мектеп кезінде, бір республикалық. КВН ойнадық шын. Мектептің кезінде КВН ойнадық, сол кездегі суреттерге шейін бар. Сол кездегі әзілдерге шейін әлеуметтік сыныптастармен кездесіп қалсақ айтып тұрамыз. Кейін колледжге түскен кезде сол КВН жалғастырып келді, өйткені ұнады, адамдардың алдына шығып сөйлеу, басқа деген сын темалар маған әрдайым қызық болды. Сөйтіп жүрген уақытта бір команда басшысымен екеуміз басымыз піспей қала беретін енді. Болады ғой, сыйыспай қаласың, жаңағы екі қошқардың басы деген сын. Сөйтіп жүрген уақытта бір дұға тіледім мен. Ол кезде өзім намаз оқымаймын, бірақ бір сондай бір ситуациялар болып қалды, барлығы дұға тілеп отыр. Мен де дұға тіледім, яғни мені осы команданың капитаны қылшы деп. Енді сондай бір дұға еді, балалық енді білмеймін. Сөйтіп жүрген уақытта Алла маған одан да жақсырақ нәрсе берді. Пікірсайыстың бір бастамаларында болып қалдық. Біздің оқу орнымыздан бір бөлімшесі ашылды, сонымен бір ұстаз бізді көріп қалдық. Өзі бір жаңа активист ұстаздар болады ғой, жаңағы сондай бір жақын кішкене. Мені басшысы болып қойды, қасымда досым бар болатын, Асылхан деген. Екеуміз сол оқу орнында бастадық. Пікірсайыс қозғалысының жаңадан бір несін ашып, бізге дейін де бір бұрындары болған екен, бірақ бізге облыстар жетпеді, плантацияға тастап үзіліп қалған екен. Кейін барып сол жерде жүріп,
костюм шалбар кие бастадық. Бұрын костюм шалбар мүлдем кимейтін, негізінде рэперміз ғой былай келген кезде. Бірақ сол жерде пікірсайысқа араластық, шәкірт тәрбиелей бастадық, өзіміз қатыса бастадық. Біз үшін бір енді жаңа бір нәрсе болды. Асыл ол кезде Қызылордада ондай бір анық бір ережелер де қалыптасып қалған болатын. Бізге бір толыққанды кейс деген түсінік те үйреткен жоқ, ешкім түсіндірген жоқ та. Яғни біз бардық, барлығын жинап дебат деді, жақсы дебат, тек барып жаңағы пікірталасып сөйлей беру ғана болған. Кейін барып жаңа республикаға шығып, әртүрлі форматтарды алып келіп, Қызылордаға келіп таратып, шәкірт тәрбиелеп, пікірсайыс саласында біршама уақыт сол ойнап жүрдік. Біздің жаңағы бағдарламамыз болды, ойда деген Сәбит деген ұстаздарымыз болды, Ардақ деген ұстаздарымыз болды, Жандос деген ұстаздарымыз болды, Аралбек Боранбаев қазір Қызылордаға әлде телевидениеде жұмыс жасап жатқан Ұшқыр жебе қоғамдық бірлестігінің басшысы. Сол кісілер болды. Жалпы ол кезде Қорқыт ата университетіне бар болатын пікірсайыс, бірақ облыс деңгейінде жоқ болатын. Облыс деңгейімен сол кезде себеп болған асылы сол жаңа Сәбит, Жандос деген кісілер негізі облысқа қарай шығарған. Сол кейін барып осы жастармен жұмыс жасап жүргеннен кейін барып бір ағамыздың, бір туысқан ағамыз ұсынды. Сен бір жаңағы бір мемлекеттік қызметтер жасап көргің келмей ма? Көрмедің ба, бір орта көресің, танисың деген сынды. Ол алдында да осы бөтен нәрсе емес қой деп бардық. Жастармен жұмыс жасау жөніндегі бөлімге барып түстік. Сол жақта біршама уақыт қызмет жасадық. Осылай кейін барып енді барлығы жақсы ғой, оның барлығы жаңағы жастар саясатта жақсы, басқа да жақсы. Бірақ енді бір мамандықтың иегері болуың керексің ғой әрбір. Нұр университетіне келіп түскен кезде комиссия сұрады жаңағы, жалпы негізі комиссиядан өтеді Нұр түсетін кезде жаңағы діни жағынан сен жаңағы таза ма, көзқарастарың барлығы дұрыс па, басқа ма, сен қандай адамсың деген сынды тесттен бөлек та. Сол кезде сұраған, сен қайтадан саясатқа мына секет қалмайсың ба деп. Сол кезде өзімше ой жоқ, мен ғалым боламын, мен ислам дініне жаңағыдай қызмет қыламын, бір қоғамға қызмет қыламын деп өзімше болған ғой. Сөйтсем Нұр университетін бітіргеннен түстен кейін қызметке алып кетті ғой. Барып Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қызметке кіріп кеттік. Бірден ПТУ бөлімінде сияқты жұмыс жасап жүрдік. Мен қайтадан жаңағы саясатқа қарата жақындап кететін болдым. Болды, мен ондай қызметтерге жасамайын деп шығып кетіп өзімше жүрсем, сөйтсем Алланың Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораз қызметке шақырып сол жақта сол кісінің көмекшісі болып кеттік аяғастың. Бұрын жаңағыдай саясатқа жаламай жаңағыдай Ақдайға тимеймін дегеніңіз Ақдайға тиеді дегендей болды. Жаңағы барып ақыр соңында бір жыл таза тек бірыңғай тек саяси ортада жүріп сол жақтармен қызмет жасап кеттік. Енді былай ғой, жаңағы Мэг Джейн деген сияқты авторлар жазады ғой, осы біздің важные годы деген кітаптарын оқыған кісілер болса қазір түсінеді деп ойлаймын. Біздің буынға тән да бұл, яғни өз-өзін іздеуші, ізденіс. Бұрында кеңес үкіметінің кезінде жаңағы сен мектеп оқисың, университет оқисың, техникум оқисың, сен жұмысың дайын, жаңағы распределение болады, үй, очередке тұрасың, жүйеде бар да, яғни сен қалай өмір сүресің, сен ғана шешіп қойған. Сол жүйемен өтіп шыққан, сол үшін де бізге айтты жаңағы сен мектеп жақсы оқысаң, жақсы жерге жұмысқа тұрасың, басқа деген сыншы. Қалай болған қазақта? Сен жаңағыдай өсесің, не аласың, қалыптасасың, мал бағасың, кәсібің бар, барлығы түсінікті да. Ал біздің буынға бір тән нәрсе де өзін ізденіс. Мен де артқа қарай қараған кезде бір уақыттар қатты көңілім түскен. Не үшін бұлай? Мен я программистпін ба, мен я спикермін ба, я мен жаңағы аудармашымын ба, я мен КВНщикпін ба, я мен рэпермін ба, не болды мынау? Қалай деген сияқты, мен кіммін өзі деген сынды жаңағыдай ізденіс бір артқа қараған кезде қалай бұл деген сынды бір басқаларға қарайсың жаңағы өмірлер бір жүйемен бір тап тұйнақтай сияқты да, өзіңе қарасаң ағандай сияқты. Бірақ авторлыққа келген кезде барлығы да жаңағы бір мозаика келіп бір жерге келіп түйісіп үлкен жүйе іске қосылып кеткен сияқты бір қызық сезім болды. Өйткені мен қазіргі мысал ретінде қызметтерім аудармашы ретінде мысал ретінде қазір аудармашы осындай бір жаңағы ізденістер жасаймын, бір проекттер жобалармен айналысасың. Сол кезде байқаймын бүтін араб тілі ғана емес, жалпы ағартушылық, тәрбие бағыттарында интеллектуал дамытуға негізінен бағыттым. Яғни өмірлік миссиям осы да, жастарды интеллектуал тұрғыда дамыту, тұлға қалыптастыру. Басқа жаңағы квалификациялық орталықтарда оқу орнымызды ашу, студенттерге квалификациялық бағыттамалар беру деген сынды жобалар жасап жатырмыз Нұр университеті. Осы жақтамыз қазір. Айтайын деген, қазіргі не істесем де сол кездегі қаншама айналысқан нәрселердің барлығы айналып келген кезде бір нүктеге келіп ұрады екен да. Яғни өз-өзің іздеген ізденістерің бір босқа кетпеген екен да. Аллаға шүкір дейсің да. Өйткені қазір бір жоба айналысам дейтін болсаң, сен ол жерде бәрібір де компьютермен жұмыс жасауың керексің. Бәрібір де сен адамдармен қарым-қатынас құрасың. Бәрібір де көптің алдына шығып сөйлеуіңе тура келеді. Бәрібір де бір қағаздармен документтермен жұмыс жасауға тура келеді. Бәрібір де сен жүйеден кем дегенде кішігірім саяси мәдениетің болу керек
келген сізде айналып келген кезде бұндай нәрселер Макджейн сол жаңағы енді қазіргі оқыған кітап болғаннан кейін басымда көп айналып тұр да капитал личности деп түсіндіреді ғой жаңағы сен айналысқан тұлғаңды құрайтын нәрселер да яғни сен программистігің сен аудармашылығың яғни адам өз-өзін дамыта беретін болса андай бір кафедегі официант емес бір мейлінше тіпті ақшасы аздау болатын болса да жаңағыдай бір волонтерлік жаңағы қоғамдық жұмыстарға жастар саясаты мәселелеріне жазу сызу сынды мәселелерге документация мемлекеттік қызмет осы нәрселердің барлығына жас кезде араласып қала берген шынымен де жақсы екен өйткені мысалға бизнес ашамын дейтін болсаң пустом месте ашып кете алмайсың ғой сен біреудің жаңағы қолына кіресің сол бағытта бір жыл жұмыс жасап көресің жүйе қалай жасауымыз керек қандай связьдар бар қай жақтан магазиннен зат аламыз қай жаққа сатамыз деген сын тура сондай яғни опытта 30 жасқа дейінгі әр нәрсеге ұрынып опыт жинай берген жақсы да ал ақша не ол ақша сен егер де мықты маман болатын болсаң адам болатын болсаң саған сенеді саған адамдар сенсе саған ақша өздігінен келеді негізінде біз бір ішкі саясат басқармасының басшысы бір уақыттары нұрма университетіне келген осы жерге сол кезде айтады да мен ешқашан жұмысты өзім іздеп барған емеспін деп ше маман болатын болсаң біз ойлаймыз программисттер қазір көп қой әркімнің есігінің алдында жүреді таныс керек анау керек мынау керек басқа керек деп мен қазір бірде бір жұмысыма бір немен кірмеген екен да ақша беріп басқа деген сынды қайта қуалап жүріп мені жұмысқа алыңыз деген нәрсе ешқашан болмаған екен да мейлі ол исламтану бойынша болатын болсын мейлі ол жаңағы бұрынғы программист ретінде болатын болсын керісінше әртүрлі ұсыныстар көп сол ұсыныстардың арасында таңдап жүремін мен мына жұмыс істегім келмейді жаңағы жүрегімнің қалауын жасаймын деген сынды жаңағы құндылықтарға талпынып ақшаның артынан қуала алмай осындай таңдаулар жасауға мүмкіндік болады да яғни мен айтқым келіп отқан қорытынды тұлғаға салынған ақша уақыт мүмкіндіктер ол бәрібір де айналып ақтайды екен да өзі айналып келген кезде ше яғни сенде бәрібір де мүмкіндік жоғары болады да сондықтан бір жаңағыдай аз көрінген жаңағыдай официанттық басқа не қызметтерге қарағанда официант қызметте енді белгілі бір деңгейде керек шығар егер сен ресторан ашамын деп отқан болатын болсаң ал бірақ егер де сен болашағыңда мысалы адамдарға қызмет қоғаммен жұмыс тарапынан көретін болсаң соған бір әйтеуір қатысты жерлеріне қарай беру керек қатысты жерлеріне қарай беретін болсаң опыт жинай беретін болсаң ақыр түбіне келген кезде жұмыстар да ұсынылады әртүрлі басқа да ұсынылады мысалы ретінде кешеде бір жақында осы июньнің кезінде бізге басшымыз ағылшын тілін меңгеру керек деп талап қойды айналдырамын жарты жылдың ішінде уже мінекей қазір ағылшынша кітаптарды алып оқып жаңағы диссертация пайдаланып басқа қылып жатырмыз не үшін өйткені уақытында мен 4 жыл араб тілін оқығанмын да осындай бір опыт сен әр жерде жинай берген қай қызметке барсаң да легко обучаемый боласың да былайша айтқан кезде сен бір алып кетуің жыл болып кетіп бір мақсаттарға қарай жетуің талпыну командамен жұмыс бүкіл жерге айналып келген кезде бір ортақ стандартты критериялар бар да коммуникативность ол жаңағы тілдерді меңгеру ол жаңағыдай командамен жұмыс жасай алу лидерлік қасиеттер сөйлей алу басқа жүйелі ойлай алу деген сынды логика яғни осындай бір тұлғаның критерияларын дамыта беретін болсаң ақыр түбіне келген кезде бәрібір сен жерде қалмайды екенсің ғой Әбілқайыр аға, сіз қазір кезінде КВН-нен бастадым, кейін пікірсайысқа ауыстым, одан кейін жастар саясатымен айналыстым. Енді міне ең соңында дін жолына бет бұрдым деп айтып жатсыз. Бірақ қазіргі таңда адамдарда мысалы бір өздерінің үйреніп қалған жұмыс орындарынан бас тарту, мысалы қазақстандық реалитида ол өте қиын да, немесе адамдардың өз комфортынан шығу өте қиын. Мысалы сіз осылай бір күйден екінші күйге, мысалы жастар саясатында қызмет атқарған адамнан, мысалы мүлдем дін жолына түскен адам ретінде осы өзгерістерге қалай қадам бастыңыз? Сіздің күнделікті күйіңізді ауыстыру керек екенін сіз қалай ұқтыңыз? Және осы кезде сіздің айналаңыздағылардың реакциясы қандай болды? Мысалы ата-анаңыздың, туған туысқандардың деген секілді. Мысалы мен өзім, егер де мен инженерлік оқу орнында оқып жүріп, мысалы бакалавриатта да, магистратурада да міне аяқ асты, мысалы гуманитарлық мамандыққа, журналистикаға ауысам десем, бұл менің ата-анам үшін немесе туысқандарым үшін бұл өте үлкен бір шок болады деп ойлаймын. Бұл сіздің тарапта қалай болды? Енді қазір мен жастармен жұмыс жасап келе жатқанмын, жалпы студенттер тәрбиелеу осы бағытта жүргеніме биыл 11 жыл болады, Алла қаласа наурызда. Мен жинап проблемалармен қатты жиі ұшырасам, шынымен де таныспын, жақыннан таныспын. Енді мен қазір бүйтіп бір оңай айтып жатқанмен де әлбетте ол уақытында енді тура сол моментте оңай болған жоқ. Қазір ғой артқа қарай қалған уақытта барлығы бүйтіп бір алдымда былай көше салдым, бара салдым болып көрінеді, бірақ істің барысына келген кезде талай үлкен кісілермен ақылдастық, талай
уайымдадық. Жаңа бізде истихара намаз деген намаз бар, бір шешім қабылдай алмай жатқан, сол истихара деген намаз оқисың. Сол намаздар оқыдық. Енді негізінде айналып келген кезде бізде бір шектеулермен қатар бізде мүмкіндіктер де өте көп та. Шектеулермен қатар мүмкіндіктер де өте көп та. Бізде не нәрсе бар? Бізде мен барлығын өзім қалаумен істегім келеді деген нәрсе бар да. Ал бір ата-анамыз не айтатын болса да, бір дұрыс болса, дұрыс емес болса да, бір қарсы шығу, жаңа бұл нәрсе маған ұнамайды, бұл жаңағыдай мен мамандығым бойынша емес, таңдамадым, басқа деген нәрселер өте көп та. Ал асыл адам бір нәрсені жақсы көру үшін не керек? Асыл бір нәрсені, бір мамандықты жақсы көру үшін не керек? Мысалы, Михаил Чиксимихайдың поток теориясы мен жақсы таныссыз деп ойлаймын. Енді қазір көбісі сондай бір кітаптар оқиды ғой. Поток теориясы деген нәрсе, сен қолыңнан келетін нәрседен сәл үлкенірек талап қойылса, сол поток. Сен сол нәрсені жасаған уақытта бақыт сезінесің, ішкі бір қанағаттану болады да. Ол мейлі бір мамандықтың болатын болсын, ол мейлі бір элементарный бір үйдің ішінде жинау болатын болсын, басқа болатын болсын. Сол үшін кей кезде мысал ретінде әйелдердің өздері жаңағы үйдің ішіне жинаған кезде рахаттанып қалған дейтін де сол да. Сондықтан егер де сен бір мамандықты бірінші таңдаймын дейтін болсаң, сен ең әуелі шешіп алуың керек та. Бізге еркіндік жоқ емес бізде қазір ше. Бізде қазір формация таңдау жоқ. Даже сол бағанағы мен өз мамандығым бойынша түспеді деген адамды бір жасты шақырып алып, сен негізгі қай мамандыққа түскің келер еді деп айтатын болсаңыз, 70-80% білмейді қай мамандық екенін. 70-80% білмейді. Мен басқа мамандықты қалап едім, сол мамандыққа қалай түссем болады деген сұрақтан гөрі жиі келетін сұрақты айтайын ба. Мен қай мамандыққа барайын деп сұрайды да, яғни түсіндіңіз ба? Ішкі тыңдау бірінші қалыптасып алған да. Сізде қазір қалыптасқан шығар, енді мысал ретінде айталық, сіз мысал ретінде мамандық алмастырамын дейтін болсаңыз, сізде уже белгілі бір опыт бар, анамнан басқаны жасап көргенсіз, сізде уже белгілі бір таңдау бар. Сіздің келесі мәселеңіз тек ата-ананы көндіру ғана да. Ал бірақ ата-ананы көндіру деген не нәрсе? Мен де тура сол процесстен өттім. Менде де уже үйдегілер күтіп отыр, үйленеді деп отыр, жаңағыдай жақсы жұмыс қызмет дайын тұр. Анау басқа үй сатып алуым керек, сен анау басқа мен үшін шешіп қойған болатын асылы негізі. Мен үшін шешіп қойған болатын. Бірақ мен бірінші рет бардым, жаңағыдай айттым, осылай мен дін жолына қарай беттегім келіп жатыр. Мен сол жақта бір ғылым жолымен айналысқым келеді. Жай бір молдалық, имамдық емес. Мен кәдімгі сол докторы, магистранты болғым келеді деген сынды бір ғылым жолына түскім келеді деп айтқанмын. Сол кезде шыны керек күлді негізі. Күлмеді емес, үйдегілер де күлді, жанындағылар да күлді, қарындастарым да күлді. Жұрттың ағасын бәрі үйленіп отыр, сен қашан үйленесің деген мәселе менде де болды. Ол кезде сен 20 жасқа келген адам уже. Ол арман болып жүрсің деген сияқты нәрсе болмады емес, болды ғой. Ал бірақ мен ішкі бір шешім болғаннан кейін, іштей дайын болғаннан кейін сол нәрсеге өзім уже үйдегілер де түсінді да. Мен бір рет бардым, күлді, сен әлде де ойланып көр, үйтпейді, басқа деді. Мен кеттім да, тағы да кісілермен ақылдастым, истихара намазын оқыдым, ойландым, келдім, тағы да айттым да. Бірнеше рет барған соң барып, серьезно отырысып тұрып, мама, папа, негізі былай, мен осы нәрсені қалап тұрмын деп айтқаннан кейін, серьезно айтқаннан кейін уже мен кәдімгі серьезно настроем бар екенін түсінгеннен кейін олар да маған сенді. Ал қай кезде ата-ана сенбейді, қай кезде ты сам не определился. Сен өзің шешіп алған жоқсың өзің үшін, сен өзің де білмейсің, сен там рэпер боламын деп жүрсің, я болмаса басқа боламын деп жүрсің. Асылы өзіңе түсіне алмадың ба негізі? Сол кезде ата-ана не істейді? Ата-ана сол кезде айтады, сен анаңнан сен босқа жүріп қаласың, ертең ешкімге керек емес болып қаласың. Сондықтан бардым, мына мамандыққа түс дейді. Егер де сен қазір қосымша басқа мамандық меңгеремін дейтін болсаң, ешқандай шектеу жоқ, мүлдем ешқандай шектеу жоқ ше. Мысалы ретінде енді мен ананы айтып тұрған жоқпын, жаңағыдай мысалы оқуға мүмкіндігі жоқ адамдар айтып тұрған жоқ. Сен Алматыға оқуға түсіп алдың ба, сен ешқандай оқуға бір шектеу жоқ ше. Өйткені сен қарапайым волонтерлік қызметпен ақ опыт жинап аласың. Сен қарапайым курс оқып ақ жаңағы мамандықты алмастыруға аласың да. Яғни Алматы сынды жерлерде болмаса үлкен басқа да қалаларда, Астана болсын, Қызылорда болатын болсын, Қызылорданың өзінде де мысалы ретінде өте үлкен мүмкіндіктері бар. Осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, сен ішкі шешім қабылдауың ғой маңыздысы. Маңыздысы ішкі шешім қабылдауың. Сен күніне 2 сағат қай жерге барып, қай оқу орнында, қай мамандықта отырғандығың асылы маңызды емес. Маңызды не нәрсе? Сен бір іштей бір шешім қабылдап, өзіңді қалай көретіндігін. Журналистсің ба? Саған программистқа түс деп отырамын, программистқа түсіп қоя сал. Окей. Барлығын жаңа белгілі уақыт отыру керек сабағына отырып бер. Осы журналистке тікелей әсер ететін не нәрселер бар? Ол мысалы ретінде жаңағыдай пікірсайысқа қатысу, ол басқа журналистермен араласу, өзің кішігірім жазып көру, көбірек әдебиеттер алып оқу. Сен үйдегілер не істейді? Бір мамандыққа түс деп айтады, бірақ сен қалған уақытың барын соны арна деп ешкім сені ата-ана талап етпейді. Ата-ана талап ететін нәрсесі не ол? Сен ешқандай дипломсыз екі ортада далада қалып қалмауың да. Америкада мысалы ретінде период Starbucks деген түсінік бар екен.
белгілі бір уақытта осындай ізденістерге келген уақытта адам жаңағыдай Starbucksқа барып жұмыс жасай бастайды екен өзі іздегендігінен ше. Ал бірақ ол жаңағы бар болған кофе дайындауды үйренеді, максимум адамдармен сөйлеседі, иә бәлкім корпоративный культураны үйренесің, иә оның барлығы кішігірім плюстар да. Ал бірақ алдағы уақытта сен тұлға болып қалыптасуыңа, сен бір мамандықтың иегері болуыңа, сен эксперт болуыңа мысалы ретінде ол бір тікелей әсер жоқ па? Қазіргі уақытта не нәрсе мысалы ретінде Нұр университет, мен өзіміздің университет келтірмей ақ қояйын, басқа бір университеттер болады мысалы ретінде, сіз Алтынай мысалға. Егер менде мысалға бір подкаст, блог, басқаға байланысты бір сұрақтар туындайтын болса, мен басында дық атып шығады да, окей, бұл болған байланысты Алтынай бар. Любой уақыт Алтынайға хабарласып, Алтынай, мен осындай блог бастайын деп едім, подкаст бастайын деп едім деп, яғни сіз мен басыма бірден есіме түсесіз да. Егер де сізде қандай да бір дүние сұрақ болатын болса, қандай да бір сізде мысалы ретінде бір осыған байланысты бір проблема туындайтын болса, бір сұрақ туындайтын болса, бір сіз любой уақыт маған звондай аласыз да. Яғни не нәрсе бренд да. Мен бір нәрсемен танылғанмын, сіз үшін мен үшін бір нәрсемен танылғансыз да. Осы сияқты адамда идентификациясы болу керек та былайша айтқан кезде. Сен не программист мысалы ретінде саған бір сұраққа келген кезде, мынау сұрақ, окей, бұл сұрақ пәленшенікі. Бұл нәрсе маманы пәленше. Сен бұған байланысты одан сұрасаң, ол точно саған жауап береді. Деген сынды, сен бір нәрсемен танылып, сен өз орныңды табуың керексің да. Сен қалай табасың, әр нәрсені айналысып көру арқылы табасың. Ол жаңағы белгілі бір мамандыққа түсірді екен деп, одан ешқандай көңіл-күй түсірудің қажеті жоқ. Сен қазір 2 рет, 3 рет оқу орнын оқуға ешқандай кедергі жоқ. 2 рет, 3 рет оқу деген қазір шыны керек проблема емес негізінде. Бірнеше мамандық меңгеру деген де проблема емес. Кеңес үкіметінің өзінде мен әкемде 3 дипломым болған, сондықтан бір қалай айтсам екен, ол мәселелер бір қиындық туындататын бір шектейтін нәрселер емес. Асылы сен іштей бір шешім қабылдап алу маңызды. Шешімді қабылдау, сосын нөмірі бірінші болуға бүкіл күшін сала бер. Сен 3-ші курсқа келген кезде түсінетін болсаң, ата-анаңа айтсаң сол кезде. Неке мен толыққан шешім қабылдадым, неке көрдім, неке осындай бір жаңа журналистерім барып араластым, осындай бір журналист маған осындай бір жол көрсетіп жатыр, осы уақытта менің мынандай бір жетекшім бар, мен осындай неке жазбаларым газет журналға шығып жатыр, басқа деп сен ол бір бағытты серьезно екендігін көрсететін болса, ата-ана саған қарсы болмайды. Ата-ана қай кезде қарсы болады, түсінбедің де кім болатынын ше. Егер сен сол оқу орнынан шығып кететін болсаң, сен просто далада қалып қала саласың не все. Мысалға бізде қазір көбінесе жаңағыдай Билл Гейтс жоғары оқу орнын оқымаған, Стив Джобс, басқа деген нәрселер айтады. Ол бір единицалар да, ол бір алданатын нәрсе емес негізінде ше. Біз не істеуіміз керек? Бізде как минимум бір диплом болу керек та. Как минимум бір диплом болу керек. Хоть қандай мамандық болса да. Ол сенің черный ходың, ол сенің аяғың тіреп алатын жер. Егер сен басқа мамандыққа баратын болсаң да, сен тіпті басқа мамандық болса да, әйтеуір бірақ дипломың бар екендігі, сен как ни крути, біздің Қазақстан жағдайында қазір рөл ойнайды. Мысалы ретінде бізде университетте мынандай бір жағдай орын алды. Біздің бір досымыз 4-ші курста бірге бітіріп жатқан жігіт, исламтанушы тоже самый. Бірақ негізінде ол исламтанушы бойынша жұмыс жасайтын ниеті де ойда жоқ та, бірге тұрып қалдық 4-ші курста. Жақсы жігіт негізінде. Бірақ оны ешқандай жаңағы өзінің орнын таппаған. Ол имам болмаймын дейді. Не үшін жүргенімді түсініп отқан жоқпын, әшейін уақыт құрып жүрмін дейді. Сосын мен айттым, сен қызығушылықтарың не? Біраз уақыт бірге өмір сүрдік, жүрдік, басқа қалдық. Ол саясатқа қызығады да. Саяси жүйеге әртүрлі таң қаласың, кәдімгі үлкен бір саяси мәселелер бойынша халықаралық деңгейдегі нелерді кәдімгідей жаңағыдай сараптап пікірін айтып келіп маған тыңдатып, пәленше былай деп жатыр, түгенше былай деп жатыр деп кәдімгідей анау саланың бір әжептәуір бір жаңағы маманы сияқты. Сосын мен алдым, давайте былай қылайық. Басшылық бар бір жағынан, екінші жағынан исламтану бар. Қалай біріктіруге болады? Давай сен былай қыл. Халифат түсінігі жаңағы мемлекет пен діннің қарым-қатынасы туралы жаз сен. Ең керемет дипломдардың бірі болып шықты біздің кезіміздегі ше, ойлайсыз ба? Әшейін просто дипломды алып үйге тастай саламын, кейін бір басқа бір жақты көремін деп отқан жігіт керемет дипломдардың бірін жазып шықты да. Яғни болады да. Тура сол адам егер де барып ертең саяси комментатор болатын болса, исламтану тұрғысынан мысалы кейбір саяси мәселелер зерттейтін болса, өз орнын тапты да. Мен мысалы мен интеллектуалды дамыту басқа бағыттар бойынша өмір бойы жұмыс жасап келгенмін да. Нұрларға түстім. Шыққан кезде не шықты? Просто синергия да. Былайша айтқан кезде мен бір исламтану мен жаңағы тұлға дамыту, тәрбие тұрғысынан екеуінің ортасында өз орнын таптым да. Тура осылай ол маңызды емес, сен қай мамандықта оқып жатқанда. Тіпті егер сен мен мысалы сол кезде программист болып шыққан болатын болсам, бәрібір де сол программированияның бір тәрбиеге қатысты бір жерлерін жазатын емші бәрібір де. Түсіндіңіз ба? Яғни адамның өзі бір ыңғайын тауып, өз орнын табу алу маңызды. Ал кейінгі бір дипломы, мамандығы, басқасы нәрселердің барлығы өзі келе береді. Команда сен өзіңе сай адамдар бәрібір де тауып аласың. Себе подобныйларның бәрібір де жолығасың, бір лайк-майндтар бәрібір де саған жолығады. Айтып келген нәрсе осы, яғни маңызды өз-өзін тауып алу, ал қалғанның барлығы ол маңызды емес.
Келесі, Әбілқайыр аға, сіз дін жолына түскен кездегі бастапқы кезеңдер туралы сұрағым келеді. Өйткені біздің елімізде мысалы дінге қатысты көзқарас сондай бір позитивті емес те. Мысалы хиджабқа байланысты қаншама мысалы нелер болды, мәселелер болды, қаншама дау-дамайлар болды. Мысалы сіз 3-4 жыл бұрын мысалы Нұр Мүбаракқа түсіп бастаған кезде сіздің жақындарыңыздың, сіздің айналаңыздағы адамдардың көзқарасы қандай болды? Егер қазақстандық жалпы халықтың көзқарасымен қарайтын болсақ, сіздің жасыңыздағы жұрттың балалары ендігіде үйленіп жатыр, бір кәсібінде жетістікке жетіп жатыр, сен дін жолына түсесің ба деген секілді бір көзқарастар қалай болды? Немесе егерде адамдар дінге бет бұрып бастаса, сен ваххабист емессің ба, немесе джихадқа кетіп қалма деген секілді сондай бір қалжыңдап болсын, бір астарлы болсын, әйтеуір бір сондай бір сөздермен түртіп тиісіп отыратын адамдар бар. Сондай ойлармен, сондай сындармен сіз сол кезде бастапқы кезеңде қалай күрестіңіз? Осы жағдайлар сіздің басыңыздан қалай өтті? Енді бұл жерде екі момент бар. Біреуі мен намаз оқи бастаған моментім бар, екіншісі Нұр Мүбаракқа түскен моментім бар. Екеуінің арасында шамамен 3 жылдай айырмашылық бар. Ең бірінші намаз оқып бастаған уақытта шынымен ол кезде көзқарас ондай қатты болмайтын. Намаз оқыған үшін ешкім ондай айтпайтын. Кейін барып бірнеше жыл ішінде 2004 жылдардан бір мәселелердің бір әсерлері басқалары кейін барып бір исламдық терроризм басқа деген темалар бір түсініктері пайда бола бастаған. Асылы негізі оған ислам негіз болмаған. Айтып келген не нәрсе? Біріншісінде намаз оқи бастаған кезде ондай проблема болған жоқ. Иә, болатын. Намаз деген ол деген пенсия ашқан кезде оқу керек қой. Сен жас емессің, басқа деген темалар болған. Ондай болған. Бірақ олар бір аса бір қатты бір навязчивый бір келіп барып жаңағыдай бір сақалымнан тартып бетімнен ұратын ештеңе болған жоқ ол жерде. Екіншісінде кішкене болды. Енді түсініспеушілік болды. Өйткені сен ойла, адамға уже жұмысы дайын, басқасы дайын, осы дайын, басқа не, жаңа бір кезеңге өтіп, и ол бәрін тастайды, кетіп қала салады. Значит, окей, бұл ваххабист, короче. Ондай әңгіме шынымен болды. Бірақ қанша айналдырсаң да ер адамға бәрібір де жеңілірек ше. Ер балаға бәрібір де жеңілірек. Ол хиджаб киген қыз, ол әлдеқайда қиын. Өйткені ол ер адам егер де біреу не болса, қойшы дейді да, и все. Ал қыз олай айта алмайды. Қыз бәрібір де нәзік, ол өз-өзін қорғай алмай қалады. Кей кезде ол жаңағыдай мінез көрсететін жерде мінез көрсете алмай қалуы мүмкін. Сондықтан қыздарға қиын. Ал отбасы тұрғысынан алатын болсақ, бұл бір мәселе емес. Мен бір досым бар, 3 жыл ваннасында тығылып намаз оқыған. То есть ол бір күн емес, 2 күн емес, бір ай ол ертең қояды ғой емес. Ол просто намаз оқыды. Намаз оқыған кезде анасы қарсы болды. Жаңағыдай не қылып, сен жаңағы намаз оқып, сен ваххабист болып, немесе басқа деген нәрселердің барлығы болды. Шақырып алып мені ұрысқан кездер болды, сен осы намаз оқып, мен балама. Бірақ ол не істеді? Ол жігіт айттым да, сен просто жақсы қарым-қатынас құр, мұсылман қандай болу керек сондай бол, и просто жаймен ғана намазды оқып жүре бер. Егер сен темекі шегетін болсаң да, сен темекі шектің маудан рұқсат сұраған жоқсың ғой деймін да, мысалы ретінде ше. То же самое, мен бір қарсы келуге айтып тұрмын. Бірақ мысалы ретінде Алланың бұйрығы болғаннан кейін сен бәрібір орындауың керексің. Окей, жақсы, ол не істеді? Ол просто бөлмесінде оқып жатқан болатын болса, анасы келіп жатқан болса, жоқ еткізіп столдың астына кіріп кетіп салады да, жаңағы сөйтіп бір нәрсе іздеп жатқан сияқты болып қалдым дейді да, мысалы күліп айтып отырады кейін ше. Ваннаның есігін жауып алып, ваннада намаз оқып алған, осылай жүрді шамалы уақыт. Бірақ мамасы үшін жаңағыдай жақсы ниетте болды, мейлінше көркем ниет болды. Өйткені енді бірінші құндылық қой біздегі исламдағы ең бірінші айтылатын нәрсе, Аллаға серік қоспаудан кейінгі нәрсе, ол ата-анаға жақсы қарым-қатынас құру да. И ол бара өз эффектісін берді да. И мамасы да в принципе мен байқап түсінеді, что ол намаз оқитындығын да. Бірақ не қылмау үшін білетінін байқатпайды да. Бірақ бара уже оның әсерін бере бастады, мамасы астарынан көре бастады. Бара ақырындап қазір уже ақырындап Құран оқиды мамасы да. Ол жаймен келеді. Ол жерде бір ата-ана бір саған бата беріп ал балам намаз оқысың құтты болсын деу шарт емес. Керісінше қиындыққа қарай жатқан уақыт қой. Наоборот, қазір бала ата-анаға тәрбие беретін кезеңге қарай келіп қалғанбыз да. Яғни сондай бір хадис бар, үлкендер жастардан үйренеді деген нәрсе бар да. Мысалы ретінде бұрын біздің аталарымыз, бабаларымызды алатын болсаң да, өзіміздің үйдегі ата-ана алатын болсаң да, қанша жерде военный болса да, не болса да, қиын уақытта өмір сүрген болатын болса да, қысымды көрген болатын болса да, өзі следователь болған кісі, мысалы ретінде атам сол өзін жатар кезде айтып отырады. Ла иляха илляллах Мұхаммад расулуллах,
Илаллада пайда бар, білмеген болған не айла бар, барар жерің қараңғы, шамшыраған сайлап ал деп айтып жатады. Сол нәрсе біздің бәрібір де қалып кеткен да, түсінесіз бе? Яғни ол исламофобия өзінше болып не қылу басқа деген нәрсе кейіннен барып пайда болған да. Алдында бір кісімен бетіп осыдан сөйлесіп отырсақ айтады да, мен ондай бір дін жағынан неге басқаға жоқпын, мен ғылым адаммын дейді да. Окей, ғылым туралы сөйлесейік. И бір 10 минуттай сөйлестік, сосын бар ана кісі бірден ғылымнан бастап кетті. Жоқ, мен ғылым адам емес екенмін, мен творчество адаммын екенмін дейді да. Яғни сол адамда бір ішкі бір дінге деген бір не бар да, жоқ ол дін деген пәленше бұрын қалып кеткен канан пятый десятый деген сынды сұрақтар бар, көп жауап берілмей қалған. Ал бірақ асылына келген кезде негізі жаңағы мұқағали мақатаев айтпақшы ғой, дін ғылымның әкесі деген сияқты. Асылына келген кезде дін бәрі де артында ақиқат тұратын болса, ол жас бол, кәрі бол, үлкен бол, кіші бол, әлсіз бол, күшті бол, бәрі де ақиқат сенің артында тұрғаннан кейін бар, ол келіп бәрі де сол ақиқатқа айналып кете алмайды. Түсінсіз? Сондықтан бір сен ақиқатқа қарай қадам басқан уақытта бәрі де қадамың нық та сен. Ол жерде Абай айтқан сияқты көңілің байлауы керек та, көңілің байлауы керек та. Сен уже бір жағына қарай шығып шешуің керексің өзің үшін. Мен болды дін жолымен жүремін. Ол жерде бір дін жолымен жүрген кезде шыны керек, өміріңе алып келетін өзгерістер, андай өзгерістер емес, андай бір болды сен ешқашан далаға шықпайсың, аздан кешке мешітте отырасың, болды сен жұмыс істеуге болмайды деген нәрсе емес. Пайғамбарымыз айтады, мұсылман деген қоғамның көркі дейді. Сұлудың бетіндегі мысал ретінде бір жаңағы нең болады ғой, әдемі көріп беріп тұрған, тура сол бір нең сияқты мысал ретінде сен де қоғамның көркі болуың керексің да, жақсы жақтарынан табылуың керексің. Бір адамдар көмектесіп жібере жатқан болатын болсаң, бір адамдарға жаңағы ісіне атсалысып жатқан болатын болсаң, ата-анамен туған туыстармен қарым-қатынастарды жақсартып жатқан болатын болсаң, жақсылыққа шақырып жатқан болатын болсаң, сен неғып жек көрсің? Сен просто адамдарға соны түсінуге уақыт беруің керексің да. Белгілі бір деңгейде ұстануың керексің, түсіндіруің керексің. Сен бірден жаңағы бізде көбінше намаз оқып бастаған уақытта адамға қарасаң, намаз оқып жүрген кейбір адамдарға қарайсың да, анау бір не да, анау бір агрессия да түрінде ше. Ондайлар да бар да, яғни ол бір жастық қой, енді балалық та. Мысал ретінде пайғамбарымыз қандай болған? Пайғамбарымыз түрін көріп, адамдар ислам қабылдаған да. Түсінесіз бе? Пайғамбар түрін көріп, адамдар ислам қабылдаған да. Мен ана адамдарға кей кезде барып айтып кетеді, сен түріңді қарасаң деймін да. Сен түріңді қарап бір адам дін қабылдайтындай емес, олар діннен шығып кетеді деп отырмын деймін да. Саған қарай үнін ұстамай ақ қой деп қола салуға дайын тұратындай деймін. Қастарын қайырып алып, тақиясын киіп алып. Мен айтамын да, ол сен мейірім алып келуің керексің ғой ортаға. Мейірім алып келуің керексің. Сен асыл негізі ислам дұрыс түсінген болатын болсаң, пайғамбарымыздың бойындағы мінездерді дұрыс көрген болатын болсаң, сахабалардың бойындағы жаңағы пайғамбарымыз арқылы келген достар ғой сахабалардың, солардың жаңағы бойындағы істерді дұрыс көрген болатын болсаң, сіңіре алсаң солардың табиғатын бойына, сен бұндай болмайсың деймін да. Саған қараған кезде адам, сен негізі ислам қабылдау керек екен, бізде қазақстан мұсылмандар бар. Маған негізі намаз оқу керек еді асылы деп айтатындай болуың керексің екен. Көркемші. Жаңа көркем дегенге бір кей кезде жаңағыдай бұл мәселенің екінші бұрышы да бар да. Кейбіреулер жаңағыдай көркем мінезді боламын дейді да, и бос мінезді болып кетеді да. Яғни ер адамның қасиеттерінен мүлдем жұрдай болып кетеді да. Ол да болмайды. Ер адам болып қалу керек негізінде. Бірақ орта жол табу ғой бұл жерде басты мәселе. Әбілқайыр аға, сіз Нұр-Мүбараққа қай жылы түстіңіз? Нұр-Мүбараққа 2010 жылы түстім. Бакалавриат бітті. Қазір магистратура 2-ші курсты бітіріп жатырмын. Өзіңіз білесіз, 2016 жылы елімізде Ақтөбе және Алматы қалаларында теракт болған болатын. Осы теракттан кейін еліміздегі ислам дініне қатысты негативті көзқарастар тіпті өршіп кетті. Осы оқиға сіздің өміріңізге жалпы қалай әсер етті? Айналаңыздағылардың, туысқандардың, достардың, ата-анаңыздың сізге қарым-қатынасына қандай да бір өзгеріс енгізді ме? Қандай да бір әсері болды ма? Енді былай ғой, Құранда аят бар, яғни адам өзін өзгертпейінше, Алла оның жанындағы жағдайын өзгертпейді дейді ғой, айналасын ше. Сен іштей рухани тұрғыдан барлығы дұрыс болатын болса, негізінде ше, сен жанындағы адамдар бәрі де соған сәйкес болады. 20 жерден біреуді жарып басқа бола берсін, 20 жерден біреулер қылмыскер бола берсін, 20 жерден басқалар жасай берсін, бірақ егер сен қасындағы адамдарға өзінің террорист емес екенін дәлелдейтін болсаң, ол болды. Сонымен тема бітті. Уже ол басқа сырттағы болатын нәрсе саған әсер етпейді. Ал егер сен жанындағы адамдарға өзіңді дұрыс жағына көрсете алмайтын болсаң, ол ілік қой, жаңағыдағы ілік болады. Адамдар саған бәрібір тиісе береді, үндер басқа деген сынды. Ол қалай айтсам екен,
адамдарды екі түрлі қабылдаймыз да, ол жаңағы діни қарым-қатынас тұрғысынан. Біреулері бар, ол сенің жаңағы жақын достарың, басқалардың саған отношениесі дұрыс адамдар да, сен айтсаң тыңдайтын адамдар да, сен оларға айтып не басқа түсіндіріп жеткізуге тырысасың. Исламның атын жамылып қылмысқа баратын адамдар, олар басқа діндерде де болған. Дворкин деген кісінің оқулығы бар, ашсаңыз любой дінге қатысты секталардың несі бар, описаниялары бар да. Яғни айтқым келіп отқан ой не? Исламға дейінгі басқа діндерде де болған ғой. Осы мәселелерде адам, яғни дін атын жамылып қылмысқа барған кісілер болған да. Осының барлығын сен қасынан достарыңа жеткізе алатын болсаң, сендіре алатын болсаң, өзіңнің дұрыс адам екендігін көрсете алатын болсаң, енді сен күмәнданатындай адам болмайтын болсаң, ана нәрсенің барлығы саған әсер етпейді. Керісінше жаңағыдай қылып айтып жатса, сен айтасың, момент пайдаланып қал да. Оны қылмыскерлер болса, дін атын жамылып сөйлеп жатқан адамдар. Дінде ол керісінше, дінде сен бір күні бір адамды өлтіру мүмкін, адамзатты өлтірумен тең деген да, салмағы өте ауыр да. Сондықтан ол нәрсе дін емес деп ашық сен түсіндіре аласың. Екінші тип адамдар қандай? Екінші тип адамдар ол бір жаңағы екі құлағы мен екі көзін жауып алған адамдар да. Ол сен тыңдамайды, не айтып жатсаң да тыңдамайтын адамдар бар да. Ондай адамдарға сен не істейсің, сен просто игнорировать етесің болды. Сен оларға бір уақытыңды құртып, нервыңды құртып басқа алуға тырыспайсың. Бұл бір тек қана бір исламға ғана қатысты нәрсе емес. Бұл исламға қатысты нәрсе емес. Бұл жалпы қандай да бір жаңа нәрсеге қатысты нәрсе. Мысалы ретінде мен өзіме осы бір интеллектуалдық даму, жаңағы тәрбие бағыттарында көп эксперименттер жасаймын. Өзіме де жаңағыдай шәкірттермен де бірігіп жаңағы зерттеулер жүргізіп басқа аламыз, жаңағыдай обучение мәселелері ғой. Тіл меңгеру тұрғысынан қандай жақсы методикалар бар, басқа деген сынды жаңағыдай қандай бір жақсы гранттар бар, ұйқымен әртүрлі эксперименттер, азырақ ұйықтау, жақсырақ демалу деген сынды. Осылардың барлығын жасап уақытта адамдар негізінде күледі. Нұр өзінде сен бір нәрсе жасап жатқан өзінде, мысалы ретінде жаңа нәрсе болатын болса, жаңағыдай саған күлуі мүмкін да. Қоғамда да тура солай саған мүмкін айыптауы мүмкін, басқа қылуы мүмкін. Мен Нұр жүрген уақытта мен күнде 20 сөз жаттайтынмын да. Сол кезде я болмаса мен ұйқымды 7-8 сағат ұйықтамай, мен қанбай тұрмайтынмын да. Сол кезде мен айыптап, жаңағыдай ренжіп үстіндегі одеялды тартып алып, тұрсайшы, азырақ уақытта көбірек оқымайсың ба деген кісілер де болды да. Ал бірақ ақыр түбінде мен 7-8 сағат ұйықтап жүріп, ұйқымды дұрыс қандырып жүріп, түнімен отырып сабақ оқымай, уақытымен ұйықтап, уақытында тұрып жүрген кездің өзінде мен оларды озып кеткенімді көргеннен кейін сол кісілер менен кейін сабақ ала бастады да. Ол қоғамға алып келген өзгерістің барлығы солайынан өтеді да. Сондықтан бір оған бола жаңағыдай нервіңді құртып, басқа қылып не қылатын емес. Тыңдайтын адамдар бар ма? Айтып жеткіз, сұрап отыр ма? Айт. Ал бірақ егер жаңағыдай кісілер болатын болса, онда оған просто уақыт. Енді Әбілқайыр аға, болашаққа жоспарыңызбен бөліссеңіз, алдағы уақытта немен айналысуды жоспарлаудасыз жалпы? Әрі қарай осы дін жолындағы зерттеулеріңізді жалғастырасыз ба, әлде келесі бір өмірлік сатыда өзіңізді іздеп, тағы да бір бөлек басқа бағытқа қарай ауысасыз ба? Негізі мен ғылымға қарай бағытталдым. Осы бағытқа қарата негізі тұрақталғым келеді. Бірнеше рет әртүрлі қызметтерге басқаларға барсам да бәрі де осы бір ғылым жолын, бұл жерде бір именно мәселе дінде емес, жалпы бір тәрбие бағытындағы ғылым жолында мен ізденісімді асыл жалғастырғым келеді. Сонымен қатар тобымда қасымдағы жігіттермен бір бастап жасап жатқан бір қоғамға пайдалы болады деген студенттерге өз жұмысын жақсы атқаруға, потенциалын жоғарылатуға пайдасы тиеді деген бір-екі жобалар жасап отырмыз. Бірақ әрине осы миссияның айналасында жүре беремін ғой. Менің миссиям жастарды интеллектуалдық тұрғыда дамыту, соларға қалыптастыруға көмектесу. Ол мейлі мен ол діни жастар болсын, діни емес жастар болсын, студенттер ғой жалпы. Студенттердің жұмыс болғандықтан осы жан-жағына жүре береміз. Оған қатысты қандай бір қызмет атқару керек болатын болса, Ахмет Байтұрсыновқа мысалы ретінде мамандығы емес қой. Ахмет Байтұрсыновқа мысалы ретінде журналдар шығарды, халықты ағартуға, басқа қылуға тырысты, бірақ ағартушы саласының докторы басқа деген сынды ғылыми атақ ешкім оған берген жоқ. Сондықтан мәселе ол жерде бір қай мамандықтың адамы деген атауды алып жүрген емес, белгілі бір миссияға қызмет қылғандар деп сенемін. Сондықтан жастар интеллектуалдық тұрғыда дамыту, олар тұлға ретінде қалыптастыруға байланысты бір жақсы үлкен жобаларды атқарып, сол бағытта жұмыс жасап, сол жерде өзімнің орнымды тауып бір із қалдырып кетсем деген бағытта жүріп жатырмын. Келесі сұрақ, осы FineUB подкастының тұрақты сұрақтардың бірі. 18 жасыңыздағы өзіңізге қандай ақыл айтар едіңіз, немесе не айтар едіңіз? Бірақ мен бұл жасты сәл ғана түсіргім келіп тұр. 16 жастағы өзіңізге не айтатын едіңіз? Мәссаған, керемет сұрақ екен. Көбірек қателесіп айтатын шығармын. Енді шынымен де көбірек қателескен дұрыс, өйткені кез келген үлкен оқиға, үлкен қателіктерге, үлкен қиындықтарға апарып тіреледі негізінде. Қайғы қаншалықты үлкен болатын болса, оқиға соншалықты үлкен дейді ғой жаңағы.
Шекспир, Ромео и Джульеттада. Сол сияқты ғой енді. Айтатын мен шыны керек бір артқа барып мына нәрсені өзгертіп келеді деп айтатын нәрселер почти жоқ негізінде. Барлығы әдемі, тамаша негізі. Артқа қарап бұндай нәрселер жоқ. Шынымен де бір айтатын едім, Әбілқайыр, сен реально рэп жазасың ба, рэп жаз, окей. Сен егер де намаз оқисың ба, сен намаз оқы, қалаған нәрсеңді істе, до конца кете бер, просто сен бір не қылма, ақиқат дұрыс жағында болуға тырыс деп ше енді. Авраам Линкольннің да сөзі бар, мен дұрыс нәрсені жүрекпен сеземін, бұрыс нәрсені жүрекпен сеземін, сол менің дінім деп айтады. Сол сияқты адамның жүрегінде бәрі де болады. Сондықтан бір жақсылыққа талпын да, Әбілқайыр. Давай, до конца ұра бер. Шығамыз иншалла. Әбілқайыр аға, сізге осындай бір тамаша, тұшымды, ерекше ойларға толы сұхбат бергеніңізге өте үлкен рахмет айтқым келеді. Ең басында қазақ тілінде эпизодтар жазуды қолға алған кезде кімнен сұхбат алсам болады деп біраз ойланған болатым. Сол кезде бірнеше адамдардың қатарында сізге де жазған едім. Себебі Қызылорда қаласында пікірсайыс жиынында Теотида сізді көрген кезде бір пікірсайысшы және дін жолына ауысқан пікірсайысшы ретінде ғана көрдім. Және сол қызықты болады шығар деп ойлағам. Бірақ енді дәл осындай тамаша, осындай бір шытырман оқиғаны басыңыздан кештің деп мен мүлдем ойлаған жоқпын. Мен үшін сондай бір үлкен сабақ аларлық, ақыл түйерлік сұхбат болды. Алла қаласа тыңдармандар үшін де сондай болады деген ойдамын. Сізге өте көп рахмет. Сізге Алла разы болсын. Сізді иншалла бұдан да биік белестерден көреміз деген ниеттеміз. Сіздің зерттеулеріңізге сәттілік. Әрқашан осылай оқып, дамып, алға қарай жылжи беріңіз. Үлкен рахмет. Алла разы болсын. Подкаст көңілінен шықты ма? Facebook, Instagram, Spotify, YouTube және Telegram әлеуметтік желілерінде латынша Find You Be деп теріп, бізді тауып ал. Жаңа шығарылымдар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл.